Армысыздар ағайын, саясаткерлердің сөзі бар ғой. Сайлауда қалай дауыс бердің емес, қалай оны санадың, сол маңызды. Бақылаусыз сайлау ол ұрлыққа жол беру болып есептеледі. Мен бақылаушы болмаймын деген сөз, мен фальсификацияларға, мен ұрлыққа, мен бизнесмендердің комиссия мүшелерін сатып алу, бюллетендерді дауысты сатып алуына жол берем деген мағына ағайын. Сол үшін әр азамат кандидаттарға сәттілік тілеймін. Арттарыңыздан ерген сенімді өкілдеріңіз бақылаушы болам десе, біздің тәуелсіз бақылаушылар ұйымының есігі ашық. Ешқандай да бізге ақша ұсынудың, ақша берудің керегі жоқ. Біз қоғам үшін, азамат қоғамның дамуы үшін осы белсенділерден құрылған тәуелсіз бақылаушылар ұйымымыз. Мен соның төрағасы Төлебекұлы Бесжан. Мекен жайымыз Абылайхан көшесі 58, екінші қабат 207 кабинет. Саналы әр саяси науқанда өзінің ұтымды жағына пайдаланатын адамдар болады. Билік сіздердің әрбір жинаған жарналарыңыздан қамбасын толтырды, және Еуропа елдерінің алдында қазір Қазақстанда саяси бәсекелес бар, халық көптеп сайлауға келіп жатыр. Яғни явканы көбейтіп өз ұпайын түгендейді. Ол үкіметтің жағы, мемлекетіміз үшін де ол да дұрыс шығар әлемдік аренада. Ал біз қоғам не отамыз? Біз саяси сауатты қоғамды қалыптастыруды, азамат қоғамды нығайтуды қолға алайық, бақылаушы болайық. Қалай дауыс бердің емес, қалай қадағаладың, қалай санадың, сол маңызды. Қатарға қосылыңыздар, аман болыңыздар. Келесі сөз Турабаев Бейбут, 3-ші округ, Мәжіліс.